Кітап оқу мәдениетін барынша орнықтыруымыз қажет. Мемлекет басшысы ұлттық құрылтайда осындай мәлімдеме жасады. Кітапты жастарға қалай оқытамыз, кітапханасын қалай жетілдіреміз? Бүгінгі бағдарламада осы тақырыпты талқылайтын боламыз. Сіздермен бірге Ләззат Қожахметова, ой талқы. Құрметті қатысушылар, құрметті көрермен, қазіргі таңда елдің барлығының білім алатын негізгі көз қолдағы ұялы телефон болып кетті. Кезінде бәріміз осы кітап оқып өскен ұрпақпыз, иә? Төлеген Мұқатайұлы, сіздің мамандығыңыз құрылысшы, иә? Бірақ сіз қаланың дүкендерінде, көшелерінде кітап сөрелерін орнатып жүрсіз. Үйіңізде 5000-нан аса кітап бар, кітапханаңыз бар. Енді жалпы сізге кітапқа деген құштарлықты қалай сіңірді? Қазіргі ұрпақпен сіздердің кездеріңіздегі ұрпақта неге айырмашылық бар? Біздің үйде шыны керек, мен жас кезімде ауылда өскем, бірақ біздің үйде үлкен полка болды, кітап әдей. Сонда где-то 300-400 кітап болды үйде. Қазір менде шын айтасыз, енді үйде кем дегенде 5000 кітап бар. Но көбінесе ол құрылыс жөнінде, техникалық кітап, электрификация жөнінде, менің мамандығым жөнінде жартысынан көбі. И сосын менің өзім жақсы көретін философия кітаптары сондай бар енді, шыны керек. Бірағында жаңағы қоғамдық жұмысқа қарасақ, біз мәслихат істеп жүрген жұмысқа, бізде кітапханалар қалада бар. Оған үкімет қаржы бөледі, но өкінішке орай халық қалса көп бара қоймайды. Менің ойым бойынша кітап оқығанда, мен жалғыз мен емес, эксперттердің ойы бойынша кітап оқыған адамның миы басқаша жұмыс істейді. Ол кішкене бір қадам болса да алда жүреді. Міне біздің қазір мемлекетті ең көп айтады ғой, біз міне ВВП-ні көбейтейік, бізде мұнай бар, анау мұнай деп. Мен ол жағынан қатты ойланбаймын, шыны керек. Мен көбінесе қарайтыным IQ-ден біз қаншыншы орын аламыз? Қазір 40-ші орында тұрмыз. Ол менің ойым бойынша аз. Міне бірінші орындарда Япония, Сингапур, сол мемлекеттер тұрады. IQ. Ол коэффициент. Ол жаңағы коэффициент неге жоғары? Кітап оқыған азаматтардың ой пікірі бөлек болады. Бізде жаңағы IQ-ді көтерсек, біздің мемлекетте даму жолы жүреді. Міне былай қарасақ, араб жерінде бірақ мемлекет бар, мұнайы жоқ. Ол Израиль. Байқадыңдар ма? Бірақ мемлекет бар, ол мұнайы жоқ. Өңге мемлекеттің бәрі мұнайы бар. Кім дамыған мемлекет? Израиль дамыған мемлекет. Былай қарасақ, мұн жағына қарасақ, күншығыс жаққа. Японияда тастан басқа түк жоқ. IQ-ден бірінші, екінші, үшінші орында тұрады. Дамыған мемлекет. Байқадыңыздар ма? Сосын адами капитал өте керек, кітап оқу керек. Өсім жаңағы мен өз жұмысымда айта кетейін, жаңағы мен мүмкіншілік болғанда кітапты тарата жүрем. Менің Ерлан деген бауырым жұмыс істейді, ол да әдейі өз қаражатына бір издательство ұстайды. Қасым кітапханасы. Қасым кітабы деген. Ол басқа шетелдік классикті қазақшаға аударады. Ол кітаптарды алатын болсаңыздар, Туран елде тұр, Милхаус деген жерде тұр, келіп ала бересіздер. Мен өзім где-то қалада 7-8 буккроссинг ұйымдастырдым. Өз қаражатын алды, өкіметтің ақшасын тиіспей. Қай жерлерге? Оны мен көбінесе, мен Майқұттың депутаты, Майқұтта ұйымдастыруға тырмысам. Но бірағымда оның да жағдайы нештіріліп тұр. Например, Горнякта қойған буккроссингта 4 рет кітапқа аңқиттық. Талап алып кетіп. Ол не буккроссинг деген айтып өтіңізші? Ол не, жаңағы сөрелер қоясыз, иә? Буккроссинг деген ол мүкіл дүние жүзінде тараған сондай мәдениет бар. Ол жерде кітап қоясыз, қазір қалада көп жерлерде бар. Міне жалғыз мен емес, мына Аманат партиясының қасына жүрген жастар да соны істейді. Қазір қалада көп жерде буккроссинг бар. Келесіз, кітапты аласыз, оқисыз, орнына басқа кітап қоясыз, или қайтарып бересіз, оны өзіңіз ойлайсыз. Ол мына библиотека сияқты, бірағында уже библиотека жоқ. Мен өзім, например, бір философтар клубын басқарам, бізді жиналамыз, жаңағы бір кітаптар талдаймыз. Сократтың кітабын, Эпиктеттің кітабын, Пичелли деген сондай бір авторлар бар. Соны талдаймыз. Бірағында мен байқаймын, келетін азаматтар жас үлкен, 50-ден асқандар ғана келеді. Жастар соған баса қоймайды. Мен ойлаймын, жастар басқа бірден оқып шықты. Олардың да оқитын кітаптарын оқыдым, бірағында жаңағы мен айтқан авторлардың бәрі философия стоицизмнің авторлары ғой. Олардың арасында халықаралық рейтинг бойынша біз Абай да кіреді екен. Кітапханаға адам бармайды дейді. Бармайды ма? Оған мен келіспеймін. Енді біздің Гоголь атындағы кітапханаға биыл 90 жыл болып отыр. Осы Қарағанды қаласының
құрдасы Қарағанды қаласымен қоса жасасып келе жатыр. Енді ғылыми әмбебап кітапхана болғандықтан бізде түрлі саладағы әдебиеттер. Біз кітапханада жексенбі жұмыс жасаймыз. Жексенбі күні жай ғана кітапханаға келсеңіз, біздің кітапханаларда орын болмай отырады. Жетпей жататындар да бар. Ол шындық. Гоголь атындағы кітапхана. Бұның ішінде бізде түрлі... Арам дейді жексенбі күні. Келіңіз. Бізде енді түрлі іс-шаралар өтіп жатады ғой. Қандай шара Түрлі шаралар. Дөңгелек столдар, әдеби кештер, акциялар, конференциялар, әр бөлімі өз тақырыптарына байланысты жоспарланған және жоспардан тыс болып жатады. Жақсы, ол шаралар барлық мекемеде өтеді. Мерекелік шара, ұлттық мереке өтеді. Сіздер ерекшеліктеріңіз? Енді бізде бұл жаңағы балалардың айтып отыр ғой, жастар оқымайды деп, 40-50 жастағы деп. Ал бізде мысалы қазір жастардың артып жатыр кітапханаға келуі. Ол бір жағынан студенттер десек, студенттер көбінесе тапсырмамен келеді. Яғни ол белгілі бір тапсырманы орындайтын. Оның ішінде бөлінеді ғой. Өзі әдеби кітап оқитын адамдар бір бөлек келіп көрініп тұрады. Жаңағы зейнетке шыққан адамдар бірде-бір қалмайды. Қандай кітапты алады, мерзімінен алып, мерзімімен әкеп тапсырып отырады. Яғни кітапханамен басқа мысалына оқу орындары бар. Басқа мекемелер бар. Сонымен өте тығыз байланысты. Дегенмен шетелдің кітапханаларында жатып, шайыңды ішіп, демалып, жантайып, қонып, сондай баратын кітапханалар бар. Бізде де соны кітапхана дегенмен халыққа жақындататындай, жақындатындай жұмыстар жүріп жатыр. Қарағанды қаласында саябақта кітапхана ашылды, мысалға. Сол туралы айтыңызшы, кім барады, не қойылған? Ол мысалға Гоголь кітапханасынан, Әуезов кітапханасынан қандай айырмашылығы бар? Қарағанды әкімдігі мен Қарағанды қаласының мәдениет тілдерді дамыту, дене тәрбиесі және спорт бөлімі мемлекеттік мекемесінің қолдауымен ашылған болатын жалпы. Бұл кітапхананың ерекшелігі басқа кітаптардан қарағанда бұл жерде тарихи кітаптар мен көркем әдебиеттер ғана топтастырылған, және бұл жалпы іс-шаралар өткізілетін, әдеби іс-шаралар өткізілетін, кездесу кештері өткізілетін, конференциялар өткізілетін орталық ретінде ашылған болатын. Жалпы оқырмандар саны қазіргі таңда көбейіп жатыр. Кітапты үйге де беруге жағдай жасап жатырмыз. Сонымен қатар бұл орталықты жалпы рухани демалыс орталығы деп айтуға да болады. Бұл жерге оқырмандар келген кезде жайланып отырып, сол жерде диванда отырып өздерінің жаңағы керекті кітаптарын оқиды. Сонымен қатар балаларға жағдай жасалынған, ол жерде шеберлік сабақтары да өтеді. Шахмат бар, тоғызқұмалақ бар, домбырада ойнауға болады. Сол сияқты тағы да дамытушылық класстары өтіп жатыр ол жерде. Жастар кітап оқымайды деп жатыр ғой. Жастар жөнінде кітапхана айтыңыз, сіздер қандай мысалы конференция, семинар деп бүкіл жерде өтеді. Бұл жерге қинап апарады, мәжбүрлеп отырғызып қояды мысалға. Ол қызықты емес қазір. Формат қандай жаңа формат пайдаланып жатсыздар? Кітапханада жұмыс жасағаннан кейін жаңа осы пікірді көп естимін. Кітапхана кітап оқиды ма, кітапханаға адам барады ма деген. Және де үлкендердің ойында сондай бір түсінік бар, жастар кітап оқымайды деген. Бірақ мен бұл сөзбен мүлдем келіспеймін, өйткені қазіргі таңда әлеуметтік желілердің де бір пайдасы бар. Өйткені кейбір парақшаларда кітаптан үзінділер беріледі, жастар соны қызығып, кітапханаға келіп, сол кітапты алып оқығысы келеді. Бір плюсы әлеуметтік желіде белсендісіздер ғой. Біз әлеуметтік желіде белсендіміз, және біздің барлық жасап жатқан жұмыстарымызды әлеуметтік желіден байқасаңыздар болады. Қызықты екен, кітаптардан үзінді беріп, сол арқылы шақырса өте жақсы екен. Тағы қандай шара өткізесіздер, мысалы, жастарды шақыру үшін? Жастарды шақыру үшін бізде көбінесе әлеуметтік желілерде, жаңа айтатындай, бізде Қарағандының поэзиялық үні деген керемет жоба бар. Жобаның авторымен Қарағандыдағы жас ақындармен біз тікелей эфирге шығамыз. Мен кітапханадамын. Жас ақындар басқа өзінің үйінде отырады ма, мекемесінде отырады ма, екі жақтан тікелей эфирге шығамыз. Тікелей эфирде жастардың таң қалатындай
поэзия оқимыз. Тамаша екен, иә, кітапқа деген сүйіспеншілік. Иә. Бұрыннан айтылып келе жатыр ғой, мен айта кетейін. Кітапхана бар деп жатырмыз, кітапханаға ақша бөліп жатырмыз, бірақ қазір электронды кітап деген бар. Кітапханаға бармай-ақ телефоннан оқуға болады ғой. Сол қалай ойлайсыз, бәсеке емес па біздің Кешіріңіз кітапханамен? айта кетейінші. Бұл жерде бір Бұл жерде мен ерекшелігі ойлаймын, бәсеке дегенді ойламау керек. Бұл жерде қаншалықты біз балалар сапалы білім алады. Соған жұмыс жасауымыз керек. Жаңа статистикалық мәлімет келтірді ғой Төлеген мырза. Жапонияны айтып, енді мен де келтіре кетейінші. Мысалы үшін Қазақстанда орта есеппен 5 кітап оқиды екен бір адам. Жылына. Ресейде 6 кітап, Францияда 12-ден 14-15-ке дейін барады. Оларда өте көп іс-шаралар ұйымдастырылады екен Францияда. аудио кітаптар шығып жатыр ғой. Міне жас өсіп келе жатқан жеткіншек балаларға осыны тыңдатса, баланың бір қызығушылығы артады деп ойлаймын. Одан кейін осы кітап оқудың ең бір бастысы отбасымен бірігіп оқыған кітап деген бұл өте құнды зат. Үйде отырып әке шешесі баласымен бірге бір 10 минут кітап оқиық деп көңіл бөлсе күніне, бала соған қалыптасады. Содан кейін ол бала әрі қарай жетіледі. Бүгін 10 минутта, ертең 20 минут. Оны баланы бірінші кітапқа қызығушылық отбасынан басталу керек. Әке шеше өзі бірге отырып оқыған кезде ғана кітаптың құндылығын не екенін біледі. Кітап ең негізгі қазына байлық кітапта ғой. Біз бар байлықты кітаптан аламыз. Кітап оқымаған адам сауатты болмайды. Кітап оқыған адам ойын жеткізе алмайды. Кітап оқымаған адам адамдармен емін-еркін сөйлесе алмайды. Отбасымен бірге кітап оқу деген, осыған орай біздің Жайық Бектұров атындағы жасөспірімдер кітапханасында Игілік деген клуб жұмыс жасайды. Игілік клубының басты мақсаты отбасымен кітап оқуды қалдырмау. Яғни отбасы мүшелерінің барлығы кітапханаға келеді, тіркеледі. Одан кейін белгілі бір кітапты таңдап алып, өздері барып отбасымен оқып келіп, келгеннен кейін кітапханада басқа отбасылармен бірге отырып, сол кітапты талдайтында бізде клубтар бар. Сонымен қатар жаңа айтып жатсыздар ғой, жаңағы еркін отырып кітап оқу форматы біздің Жайық Бектұров атындағы жасөспірімдер кітапханасында коворкинг центр бар. Бөлек коворкинг центрда жаңағы оқу залы сияқты емес, диванда, компьютерда барлығы орналасқан. Яғни ол жерде бала тіпті келген оқырман жатып оқыса да, біз оған ешқандай деп отырыңыз немесе тыныш отырып оқыңыз деген сияқты дүниелерді айта алмаймыз. Яғни ол еркін отырып кітап оқитын орын. Сонымен қатар бізде Facebook деген тағы бір клубымыз бар. Бұл дегеніміз бізде шетел әдебиетін талдауға арналған клуб. Қазіргі таңда мемлекет тарапынан жастардың кітап оқуына өте үлкен, былайша айтқан кезде қаражат та мүмкіндік те беріліп жатыр. Оны қайдан білеміз? Өйткені қазіргі таңдағы бестселлерге айналып жатқан осы әлемдегі үлкен алпауыт жаңағы қаржымен сатылып жатқан кітаптарды қазақ тіліне аударып, соның барлығын тегін осы қазақтың жастары оқысын деп әрбір кітапханаға бір ғана данасын емес, бірнеше данадан алып келіп қойып жатыр. Қазіргі таңда біз мысалы мектеп интернаттарымен, интернатта жататын балалармен тығыз байланыспен жұмыс жасаймыз. Олар аптасына әр интернат әр түрлі күні келіп, мысалы спорт интернаты аптасына сәрсенбі күні ылғи келеді. Біз оларға жаңа келген кітаптарды жаңасын көрсетеміз, немесе басқа да кітаптарды таныстыру арқылы олардың кітапқа деген махаббатын ашуға барынша тырысып жатырмыз. Мектеп қыздар лицейінде бір ерекше форма бар дейді. Номер 2 білім инновация лицейініміз. Мен оқушы қыздармен келіп отырмын. Біздің мектепте не жүргізіледі? Біз көптен бері жүргізеді. Бұл шаруа 10 жылдан асып кеткен шығар. Енді мен ол мектепте көп істемеймін. Дегенмен де жылда ақпан айынан бастап, ақпан айы бір айы отбасымен бірге кітап оқимыз. Яғни кітап жарысы болады. Оқушы өзінің ата-анасымен бірге кітап оқиды. Ол кітап оқып қана қоймайды. Ол бірінші талқыланады, және де не тапсырамыз? Тест тапсырамыз. Тест жүргізіледі. Сонымен қоса, мына оқушылардың арасында бізде оқу өте жақсы жүргізіледі. Балалар өздері, мен де кітапханада очередьте тұрып алады ғой, кітапты. Бір 5 минут қоңырауда алып үлгеру керек. Кейде олар жұқа кітаптарды бір неде оқып келеді ғой, оқу сағатында, 20 минуттық оқу сағаттарында. Сонымен қоса бізде мынандай жарнама жасайтын оқушылар бар. Бір бала алады да, ол бүкіл классқа сол жарнамалап, уже соны тосып жүреді ғой. Тезірек осы оқулықты алсам екен, қашан тапсырады, қашан болады деген сиқатта. Мен оқушыма берейінші, ең үздік оқушымыз біздің жылына бір 60 кітаптай оқиды. Мен негізі толыққанды келісемін, өйткені отбасымен кітап оқу бұл өте маңызды. Яда не көрсең ұшқанда соны ілесін демекші. Мен отбасым негізі кітапты өте көп оқитын жандар. Мен анам өте кітапта жас көреді, студент кездерден бері.
Мен үлкен ағам ол кісі де кітаптарды өте жақсы көреді, әсіресе тарихи кітаптарды. Мен өзім сіңіліммен бірге кітаптарды бірге оқып, үйде болған кездерімде шақты алып келсе жаныма кітап оқиық дегендей. Лицейге түстім және осы жерде де бұл жалғасты. Мен жаңа мысалы құбыланды алды кеттік кітап оқимыз дейміз. Кейін оны кейбір талқылаймыз. Кейбір қыздар болады өте эмоционалды және оқыған кітаптарын бірден қағып алады да жаны болады. Мына кітапты оқыды ма деп. Бүткіл эмоциясын шығарып өйткені кітаптың негізі ең басты нәрсенің бірі бұл эмоцияны жеткізу. Адамға эмоцияны жеткізу арқылы біздің тек қана интеллектуалды емес, эмоционалды интеллектін де жоғалтады. Және қазіргі 21-ші ғасырда мен өзімнің ойымша эмоционалды интеллектті арттыру бұл өте маңызды нәрсе, өйткені бүткіл буллингте, бүткіл қазір көреміз мысалы 1-ші 2-ші сыныптағы әрқашан бір-бірлерін балағаттап жүреді, жаман сөздер айтады. Бұның себебі неде? Өйткені балалар жастайына мәдениет, өнер дейтін қасиет сондай бір келе заттарға жақын емес. Егер біз оларға бұны дарытсақ, олардың бойында әлбетте біз асыл нәрселерді көруші едік. Мен 7-ші сыныпта Тоқмет деген Бибігүл Иманғазинаның кітабын оқығам. 1-2 томын. Жерде ол мені қатты қызықтырып кеткен. Андай, мен өте драма деген жанрда оқығанды ұнатам. Және де өзім оқығанда, өзім эмоцияларымды шығарып, басқаларға айтқым келеді. Мен бір нәрсені оқимын, соны түйіп алам, бүкіліне жайып шығам. Қыздар, мынаны оқыдыңдар ма? Мынандай оқып қалды. Мәссаған, нәрседен кітап оқығанда, мысалы бізде әр күн сайын 2 сағаттан кейін кітап оқу сағат болады 20 минут. И сол 20 минутта мен оқып тастаймын. Мен сол 20 минуттан кейін, мысалы, андай бір өте аянышты бір сәт болса, мен жылайтыным бар. Қыздарға барып жылап барам. Қыздар мынандай сәт болды. Мынау басты кейіпкермен мынандай болды. Мынау оқысаңдар, мынау күшті кітап, анау деп айтып кететін бар. Сосын бір кітапты негізі бір 2 аптадай, 3 аптадай оқимын. Және созып отырам. И оны бүкіліне таратқым келеді. Жастар оқымайды дегенде міне адамға шек жоқ қой. жастар оқымайды дегенде терісіне, иә? Тіпті осы микрофон аламын. Біз таяурада зообақтың өзінде буккроссинг бар екен ғой. Соны бірінші рет мен Қарағанды қаласында зообақта жаңағындай буккроссинг қойып қойған бір жер көріп таңғалдым. Мен анау аңдарды көргім келген жоқ, өйткені аңдарға жаным ашыды да мен сол кітаптың қасына отыра қалдым жаңағы жерде. Өйткені кітапты көрген адам аш қасқырдай жаңағы қойға шапқысы келіп тұрғанда кітапқа шауып тұрады ғой. Сол сияқты анау кітап тез анау аңдарды көрген көре берсін, ана кітаптардан қасына отырып, ана кітапты ашып, сырты омажалған кітапты жақсы көремін. Өйткені значит ол көп ұсталған деген кітап. Керемет. мен Индира Жанұзаққызы мына жастар кітап оқиды деді, оқимыз деп жатыр, иә? Дегенмен қазір Гарри Поттер сияқты оқылатын кітаптар бар ма? Жалпы қызықтыратын жастарды. бар. Қазір жастар негізі сол шетелден келген бестселлерге жақын ғой өте. Мен жаңа Айткүл апайдың сөзіне қосылғым кеп тұр. Әр отбасында өз отбасылық мәдениет, әр мекемеде ұжымдық мәдениет қалыптасса, күніне таңертең жарты сағат. Мен жұмыс жасайтын бірлестікте таңертең күнде жарты сағат кітап оқуға берілген. Ол ұжымдық мәдениет. Отбасында да сонда мәдениет қалыптастыруға болады. Мысалы, біз неге кітап оқитын буынбыз? Өйткені біздің ата-анамыз оқыды. Шамның жарығымен оқитын. Бір-біріне алмасып оқитын. Менің әкем марқұм айтатын, шіркін-ай, Олжас Сүлейменовтің Азиясын бір оқысам дейтін, көз тірісінде. Ол кезде ол қат болатын. Қазір ол кітаптың түр-түрі бар, бірақ әкем жоқ. Көрдіңіз ба? Неге әлгі әсіре қызыл тез оңар деген осы сияқты бар кезде соның қадірі жоқ. Қаншама жаңа айтып жатыр ол кітапханаға әлемдік бестселлерлер түсіп жатыр деп. Соны неге оқымасқа? Түбі бұл заманның тренді мәдениеттілік, зиялылық, саналық екен түсіндіру керек балаға. Айфондар, неше түрлі гаджеттер емес, түбі бұл тренд негізі сәнге айналу керек. Кітап оқу мәдениеті. Мына билдің үлкен несі бар, сондай бір жақсы қалыптасқан үрдіс. Ата-анамен бала оқиды, оларға стимул ретінде, мотивация ретінде сыйлық береді. Сөйтіп олар басқалардан қалып қалмасақ екен деп, бүкіл отбасы болып бір айда оқып шығады жаңағы. Әр сыныпқа беріледі өзінің талғамына қарай, қабылдауына, сана деңгейіне қарай әр кітап сыныпқа беріледі. Мына сыныпқа осынша кітап, мына сыныпқа осынша. Соны бәрі оқуға тырысады. Бізде кітапханада мысалы атасы, баласы, немересі, сондай оқырмандар бар.
отбасылық бәрі оқырмандар бар. отбасында басталады. Мектеп оқушылары, сонымен қатар жастар арасындағы кітап оқу мәдениеті бойынша талқыланып жатыр ғой. Енді мен студенттер атынан айтып сөйлеп кетейін. Яғни жалпы негізінде ата-анасымен кітап оқып қалыптасқан бала шынымен де кітапқа құмар болып өседі, отбасынан қалыптасса. Ал егер де отбасынан ондай кітап оқитын жандар болмайтын болса, оған мысалға мектебі немесе оқу орны, ұстаздары әсер етеді. Мен соған өзім дәлел бола аламын, өйткені мен бұрындары, қазір өзім қазақ тіл әдебиеті факультетінде оқимын. Бұрынғы кездері мен шығармаларға, кітап оқу дегенге қатты қызықпайтынмын. Кітап оқуға еріншектік болады ғой жастар арасында әсіресе. Сондай еріншектік болғандықтан кітап оқуға қызықпайтынмын. Бірақ та осылай қазақ тілі әдебиетті жақсы көретінмін. Сондықтан қазақ тілі әдебиет факультетін таңдап, осы колледжге түскеннен кейін біздің ұстаздарымыз, әсіресе осы әдебиет пән ұстаздарының үнемі ескертіп айтып отыратыны, дәл қазір сендердің кітап оқитын жастарың деп үнемі айтып отырады. Өйткені негізі жас кезінен бастап кітап оқыған ол өте пайдалы. Өйткені қазір 16-17 жастан бастап сен кітап оқу арқылы өзіңнің пікіріңді қалыптастыра бастайсың. Сен кітап оқығанда айтады ғой, сен кітаптың автормен сөйлесесің, автормен тілдесесің деп. Сол сияқты сен түрлі пікірдегі адамдармен сөйлесесің, түрлі пікірдегі ақын жазушылармен сөйлесесің. Сол арқылы сен өзіңнің өмірдегі жолыңды, өмірдегі пікіріңді қалыптастырасың, көзқарасыңды қалыптастырасың. Соған өте үлкен септігін тигізеді кітап оқу. Жадыра ханым, біз жаңа қыздар лицейінің тәжірибесін көрдік. Енді басқа мектептерде, орта мектептерде қандай осы кітапқа қатысты ойындар, сайыстар бар мектепте, жалпы білім беретін мектепте? Жалпы жаңа Индира ханым да әріптес апайлардың, замандастарымыздың пікірімен мен тікелей келісем. Бірінші кез келген ұйымның өзінің сондай бір ортақ мәдениетін қалыптастыру керек екендігі. Кез келген орта баланың тәрбиелейтіндігі белгілі ғой. Егер отбасын жаңа студент оқушыларымызды айтып жатыр ғой. Отбасында оқымаса, орта бәрібір алып кетеді, орта тәрбиелейді деген сияқты. Сондықтан біз жас мектеппіз, 3 жыл ғана қазір тәжірибеміз бар. Сол 3 жылғы тәжірибенің ішінде қалай біз тұрақтандыра алдық осы кітапқа оқушыларымызды, қызығушылығын қалай арттырдық дегенде, бірінші мұғалімдердің оқуынан бастадық. Бірінші жылы сол үздіксіз кітап оқу редикс форматында әрбір 100% мұғалім өзінің ортаға ұсынатын, редикс форматында өзінің кітабын ұсынады. Қай кітапты оқуға ұсынатындығы. Одан кейін екінші жылы мұғалім плюс оқушы, әрі қарай оқушылар барлық сыныптарда міндетті түрде айына бір кітап оқытылады да, оның ішіндегі үздіктерін анықтаймыз. Содан кейін енді 3-ші жыл ғой биыл, 3-ші жыл плюс ата-ана қостық да. Қазір сол редикс форматына әрбір параллельден міндетті түрде ата-аналары, сонда жылдың ең соңында 1-ші жылы үздік спикер мұғалімдер арасында шығарып отырдық, 2-ші жылы мұғалімдердің арасында, оқушылардың арасында шығарып отырдық, енді қазір ата-ананың арасында шығарамыз да, сол әрі қарай жалғасып жатыр толық та. Ең мектеп бойынша үздік спикерді оқушының тарапынан анықтау үшін үздіктер тақтасын жасап, оның ішіне қалай ілігеді бала, оның критерийі қандай? Бірінші ол сыныбындағы үздік спикер болу керек, бірінші, екінші жүлделі орын алу керек. Мектепшілік редикске оқушылар арасындағы жалпы мектепшілік редиксті ол спикер ретінде, ол үздік спикер болу маңызды емес. Одан кейін қалалық редикстің спикері болу керек, содан кейін оның ата-анасы редикстің спикері болу керек. Сол кезде ол үздіктер тақтасына ілінеді деген қазір. Соңғы 3-ші жылдағы нәтижеміз осындай болып шықты. Ал енді қазір қарасаң, жаңа ғана мен кітап оқу құндылықтың төресі деген 5-ші сыныптардың арасында параллельде 1-ші, 2-ші, 3-ші орындар түгіл марапаттап шықтым. Осы айдағы 5-ші сыныптар арасында. Енді мектеп ашылған бетте жаңа Қасым баспасы туралы айтылып жатыр ғой. Ерлан мырза, Ерлан Әшім мектебімізге 104-ші мектеп болып аталған, қазір Абай атындағы мектеп қой, 104-ші мектепке 104 кітап деп ең алғаш өз коллектив орталығын ашты да, содан кейін өзінің атында жылда дәстүрлі жүлдесі бар, тағайындап қойған. Ол 5-ші, 6-ші сыныптардың арасында, 7-ші, 8-ші және 9-ші, 10-ші, 11-ші сыныптардың арасында 1-ші, 2-ші, 3-ші орын арнайы белгіленген кітаптарменен тест тапсырады.
содан кейін барып біз сол Қасым баспасының жүлдесін тағайындаймыз. Ол өз алдына бір жұмыс. Әйтеуір жан жақтан кітап оқытудың жолын қарастырып жатырмыз да. Мектептерде кітапқа байланысты бір конкурс бар ғой? Отбасымен қатысатын қалай аталушы еді? Бір отбасы бір кітап. Және біз қазір Қарағанды қаласында үздіксіз жүріп тұрған мынадай бір нәрсені ерекше айтқым келеді. Қандай сайыс өтеді? Мысалы, Қарағанды қысы лыжыдан сайыс, алдында кітап. Орта кітап жібереміз. Қалай сонда? Бірінші кітап, лыжыдан команда келеді. Мысалы, 50 мектептен қатысты ма лыжы сайысына? Ол шаңғыдан сайысқа, бірақ оның алдында біз жіберген кітаптан тест тапсырады. Тесттен кейін барып, лыжыдан ол бірінші орын алып тұрса да, кітаптан төмен алатын болса, лыжыдан жүлдесінен төмен дейді ол. Ортақ балл шығарылады. Ол спорт сайысын сіздердің мектептеріңіз ұйымдастырады? Информатикадан, робототехникадан сайыстар болсын. Кім ұйымдастырады ол жарыстарды? Музыкадан бізде өзі қалалық білім бөлімімен жоспарланған сайыстар бар. Ол сайыстардың барлығы әрбір мектептерге бөлінеді. Мысалы, биыл лыжыдан осы 27 күні Абай мектебі бастайды, одан кейін эстафета менен Мағжан мектебіне жолданады деген сияқты сол эстафетамен кете береді. Дәл сол сияқты робототехникадан, дәл сол сияқты музыкадан да ән байқау, дәстүрлі ән байқау, күй байқау, солардың алдының бәрінде кітап өтеді. Ата-аналар ма кім қатысады бұл сайыстарға? Оқушылар. Оқушылар. Яғни кез келген сайысқа қатысу үшін бірінші кітап оқып тест тапсырады. Содан кейін барып қана сайысқа жолдама алады. Әйтеуір жан жағынан әкеліп кітапқа деген ауыздандыру дейміз. Жалпы Қарағанды қаласындағы Қазақстан біліміндегі тәжірибелер ғой, енді университетте осы кітап оқыту, талдау дегендер бар ма біздің университетте? Әрине бар. Филология факультетінде білесіз, коворкинг орталығы бар. Ол жерге біз үнемі кітаптарды жаңартып апарып отырамыз, студенттер алмасып оқып жатады. Сонымен қатар біз заманауи кітапхана қазір факультетте салынып жатыр, құрылыс. Тарих факультетінде жаңа айтып жатсыздар ғой, жантайып оқуға болады, отырып оқуға болады деп. Сол кітапханамыз ашылды, қолданысқа берілді. Тарих факультетінде бар. Және де студенттеріміз біздің өте жақсы оқиды кітапты. Біздің кітапханада бірнеше клубтар бар дедік қой, Зерде, Ой орда, шебер клубтар дедік. Өткенде ғана осы жақында ғана Зерде клубының отырысы болды. Өзім әдейі барып қатыстым. Сол отырысқа келген кімдер? Политехникалық колледждің студенттері. Ол кісілердің талдағаны «Қан мен тер» романы. Қалай оқыған, қалай ана кішкентай жап-жас бірінші курстың балалары, енді олар 9 бітіріп келген балалар ғой. «Қан мен тердің» қазіргі сол уақыттағы оқиғамен қазіргі болып жатқан ана кейіпкерлердің кездесуі туралы талдағанда мен енді о балаларға басым дейді. Жаңа өтеміз ғой, қазақ тілі әдебиет пәні мұғалімдері немесе жаңағы қазақ тілі факультетінде оқығандар ғана қатысады деп. Политехникалық колледждің студенттері. Өте тамаша екен. Ал университеттегін айтыңызшы тәжірибе. Мәселені қозғағым келіп отыр. Мына жақта кітап туралы айтып жатырмыз ғой, барлығымыз кітап оқуымыз керек. Бірақ соның ішінде де адамға пайдалысы бар, пайдасыз бар кітаптардың да, барлығымыз білеміз. Қазір айтып жатыр көбінесе бестселлерлерді алып жатырық, шетелдегілерді алып келіп жатырық, оқытып жатырық деген. Бірақ ол жақтағының көбінесе қалай баю керек, қалай тек жетістікке тезірек жетуіміз керек, соның барлығы. Дұрыс айтасыз, бағана қарындастарымыз айта кетті, эмоциямен бөлісу керек. Яғни ол кітаптар бізге эмпатиялық жағын дамытуымыз керек та, адамдарды. Сол үшін пайдалы болу керек бізге кітаптар. Қазір білесіздер, эгоизмнің заманы. Сол эгоизмнің заманында бізді гуманизмге апаратын ол әдеби кітаптар. Әдеби кітаптарды алып қарайтын болсақ, мысалға Том Сойерді алайықшы. Оның ішінде де менеджмент бар, басқару бар. Яғни Томды білесіздер, өзінің тапсырған әпкесінің ба, тәтесінің тапсырған тапсырмасы бар. Сырлау керек болады қорғанда. Сол кезде ол басқа балаларды әкеліп қызықтырады. Көрдіңіздер, соның ішінің жай бір мысалдың өзінде менеджментке қатысты заттар бар. Яғни тек соларды ғана алып қоймай, адам эмоционалды жағынан да көбірек дамиды. Яғни бізде қылмыстық істер де азаяды, негізден қарап тұрсақ, бір-бірімізге жанашуымыз да сол арқылы көбейеді. Яғни айтқым келгені, бағанағыдай тезірек жетістікке жету, қалай байып кету деген кітаптардан көрі бізге әдеби кітаптар оқу керек. Көп балалы анамын, менің балаларым кітап оқиды. Дәлел ретінде алып келдім. Мен жаңа 104-ші мектептің директоры сөйледі ғой, Жадыра Сабыр қызы.
мынау менің атым Қожа, бұл осы 1-тоқсанда 5-ші сыныпта оқиды. Оларға осы кітапқа тест аламыз деді. Осы кітапты менің балам оқып бітірді. Бірақ мен айтам ғой, менің атым Қожадан кейінгілерді оқыдың ба десем, деп. Сондықтан қазір жаңағы кітапқа тарту дұрыс. Енді одан кейін 2-ші сыныпта балам оқиды. Ол балаға мен мынандай суреттермен және тез оқылатын кітаптарды оқытам. Өйткені ол бала жалғып кетпеу керек. Және балалар әртүрлі болады. Қабылдауы, оқуы деген сияқты. Жаңағы 5-ші сыныпта оқитын балама мен ол өзі тілге жақын. Сондықтан мынау қазақ тілінің мәйегін сіңірсін деп, мен ол балаға қазақ ертегілерінің барлығын оқыттым. Қазақ батырлар жырының барлығын оқыды. Алпамыс батыр жырынан үзінді білет. Келе жатып тоқтатып қойып айтсаңыз, ол бір сүйсініп тұрып, соны мақтанып сізге айтып береді. Және енді біз бастаймыз, жыраулар поэзиясын бастайтын боламыз. Алла қаласа, солай мен жаңағы өзіміздің бір жоспарымыз бар. Мектептің жоспары бөлек, біздің үйдегі жоспарымыз сондай. Менің үлкен сыныпта балам бар, кейде кітапханаға алып барып, оларды сынайым ғой. Жаңағы Жайықбек Тұрыпқа барамыз, сосын Абай кітапханасына барамыз біз. Біз кезінде мына ұланды оқығанбыз, бізде мынандай газет, журналдар бар десем, ол балалар мүлдем жанына тақалмайды, қызықтырмайды. Неге? Ол қызықтырмайды, сосын қарайым ғой, жарайды онда өздерің барындарда таңдап алыңдар десем, үлкен ұлым жаңағы студент бала айтқандай Степ Джобс қызықтырады оны. Ол соны ақтарады. Ал жаңағы 2-ші ұлым барып, өнер туындыларын жасайтын бір сондай қызығушылығына байланысты бір кітаптарды алып оқып жатыр. Сондықтан мүмкін еркіндікті беру керек, бірақ сонымен қатар ата-ана, жаңағы мектеп бәрі жетелеп отыру керек. Жақында ғана Барак Обаманың әйелі Мишель Обаманың бүкіл өмірбаяны, өзінің өмірбаяны туралы жазылған қазақ тілінде барлығы. Осындай үлкен жұмыстар атқарып жатыр. Таңғажайып. Сосын мен журналист ретінде қарап отырмын, бізде қазір газет оқымайды дейміз ғой. Мынау Нью-Йорк Таймстың бестселлері дейді. Яғни бір автордың кітаптар, әңгімелері менімше бөліп беріп отырады. Содан оны кейін кітап қып шығарады. Міне осындай балаларға арналған кітаптар. Мынау да Нью-Йорк Таймс бестселлері. Сосын Михаил Энде дейді. Мен әлі танысқан жоқпыз, бірақ бір балам бір кітаптан бастап оқып кетті. Міне осындай бір құшақ кітап көтеріп келдім. Нью-Йорк Таймс бестселлері дейді, тағы да тиыннан теңге құрайтын бала. Бұны менің 2-ші сыныпта оқитын баламды қызықтырды, мынаның атауы. Ол соны бастады. Анна Франктың күнделігін жаңағы 10-ші сыныпта оқитын ұлым бастанды. Таңертең тұрғанда бізде түнде балалардың телефондарын әкесі алып алады. Сонымен қатар біздің үйде тағы бір ата-аналарға барлық үлгі қылып айтатыным, біздің үйде кез келген заттың атауын қазақша айтуды әкесі бақылап отырады. Бізде мороженый деген сөз айтылмайды, балмұздақ, бізде холодильник деген сөз айтылмайды, бізде ол тоңазытқыш. Осындай кеңестеріміз бар, енді бұны 1-2 жерде айтып жүрмін. Содан кейін енді өзім не оқып жатырмын. Осының алдында ғанда мен Қуандық Шамақайұлы деген керемет ұстазымыз болған, пандемия кезінде өмірден озды. Сол кісінің Шөлейт жақта деген кітабын аяқтадым. Бұл қазіргі біздің мемлекет басындағы қызметкерлердің бір елдің мұраты емес, өзінің жеке басының мұратына пайдаланып кететіні төңірегінде, өзінің балалық шағында өткен түрлі хикаят әңгімелер жинақталған кітап. Алам десеңіздер, менде бар деп жарнама жасап кетейін. Сондай-ақ қазір мысалы жаңа жыл келе жатыр, барлық ата-аналар сыйлық іздеп сабылады. Сонымен қатар сол кезде және мен тағы бір айтатыным, кесе осы бір құшақ кітапты маған сыйлады ғой енді жаңағы туысқаным, оның әкесі мен менің әкелерім бірге туған кісілер. Сонда үйге кіріп жаңағы бәріне бір-бірден кітап беріп атсам, олар қуанады. Бізде жалпы жаңа жылда болсын, бізде кітап сыйлау дәстүрі балаларыма, жаңағы 2-ші сыныптағы балама былтыр әліппені бітірген кезде іздеп жүріп таппадым, математикаға қызықтыратын үлкен 8 мың тұратын кітап сыйлап едім. Ол соны бір айдай жаңағы қасынан тастамай, суреттерін қызықтырып, түнде жаңағы төсегінің қасына жатқызып қойып, осылай оқиды. Әр мереке сайын олар сыныптастарына кітап, олар басқа сыйлық сұрамайды, кітап сұрайды.
Бізде жаңа жыл, 8 наурыз сияқты мерекелер болады ғой. Біз сол кезде өзіміздің сыныбымыздың арасында бір-бірімізге сыйлық береміз. Яғни жасырын түрде адамды таңдап өзіміз сыйлық береміз. Және де енді құрбыларынан, сол түскен адамның құрбыларынан сұрасаң, қандай сыйлық берейін деп, сыныптың 80%-нан көбісі сыйлық ретінде кітап ұсынады. Кітап сұрайды, яғни кітаптан басқа сұрайтындары жоқ ше. Көбісі әртүрлі кітаптармен қызығады. Біреу фантазия, біреу осындай драма сияқты. Мысалы, мен өзім жеке даму кітаптарына қызығамын. Тайм-менеджмент, жеке даму, дисциплина сияқты кітаптарды оқығанды өте қатты жақсы көремін. Бұл менің дамуыма өте қатты әсер етеді жақсы жағынан. Қандай тамаша? Электрондық кітап оқу деп. Біздің жастарымыз көбінесе электрондық кітап оқиды. Бірақ электрондық кітап оқығанмен кітапты қолға алып парақтап оқығандай болмайды. Өйткені парақтап оқығанда кітап оқығанның өзінің бір ерекшелігі бар. Кітапты беріліп оқу керек, түсініп оқу керек. Сол кезде сіз ана абзацтан не көрдіңіз, не ойыңызда қалады. Жаңа эмоцияға берілем деп айтып отыр. Кітап оқыған адам эмоцияға берілсе, сонда ол өзіне қажеттіні алады, басқаға жеткізе біледі. Ал біздің электрондық кітаптар қазір тез оқып шығады, бірақ ол сақталмайды. Неге? Өйткені ол тез оқылып кетеді. Қолмен парақтап ұстап көріп отырған жоқ. Бізде осы аудио кітап тыңдайтындар бар ма ортамызда? Жалпы колледждерде бар ма, айтыңызшы, Тұрсын ханым. Бүгінгі тақырып өте маңызды. Сондай қазіргі таңдағы бір глобалды дейміз ғой, тақырыптардың бірі десек болады. Жалпы мен айтайын дегенім, мынау елбасының қоғамдық кеңесінің 4-ші отырысында берілген тапсырмасы бойынша, ұлттық құрылтайдың мынау мектептерде және техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында оқуға құштар мектеп, оқуға құштар колледж деген жобалар жүзеге асып жатыр. Міне осы жобалардың аясында мектептерде болмасын, жаңағы колледждерде болмасын, көп деген іс-шаралар жүзеге асырылады. Оның ішінде жаңағы өзіміз жаңа айтып жатырмыз ғой, түрлі деңгейдегі конференцияларымыз бар, жаңағы буксроллерларымыз бар. Сонымен қоса букслэм дейміз, оқыған кітапты насихаттау бойынша жарнамалық бейнебаян байқаулар өтеді. Міне сол байқаулар бізде енді мынау орта буын жалпы білім беретін мектептерде және де біздің техникалық кәсіптік білім беру ұйымдарында өткізіліп жатқан шаралардың саралай келген кезде жыл сайынғы қарап отырсақ, жаңағы оқырман отбасы байқаулары да өтеді. Жаңағы букслэм дейміз байқауларды өткізген кезде біз оны түрлендіріп өткіземіз да, сол кезде байқаған кезде мынау жастардың арасында шынымен де кішкене мынау оқуға деген, кітап оқуға деген бетбұрысты байқап келе жатырмыз. Оны айту керек шынымен де. Себебі жаңағы жарнамалық бейнебаян байқауын былтыр біз мынау оқыған кітабыңызды насихаттаңыз деген тапсырмамен ереже жіберіп солай өткіздік та. Сол кезде мен енді біздің қазақ балаларының шынымен де мынау біздің әдеби кітаптарымызға деген олардың қызығушылығын байқадым. Одан кейін биылғы жылы енді жаңағы байқаудың ережесін өзгертейік. Жаңағы ақын жазушылардың біз биыл Бейімбет Майлин жаңағы үш бәйтерегіміздің мерейтойларына арнап ұйымдастырдық. Сол кезде жаңағы монологтарын оқу арқылы, содан кейін шығармаларын қойылым ретінде қою арқылы жаңағы өткіздік осы байқауда. Міне осы жерде де шынымен де жаңағы енді әрине пән оқытушыларының, кітапханашылардың көмегімен осы байқауға қатысты және де өте жақсы деңгейдегі дайындықтар. Оқырман отбасы дегенде байқауын айт, онда кітаптың ішіндегі оқиғаны театрландырып көрсетеді, ата-анасы, балалар бәрі қатысып, өте күшті, өте тамаша. Кітапханадан кітап, оқырман артылмайды екен, мектеп жақсы оқытып жатыр екен, колледж оқытып жатыр екен, университет оқытып жатыр екен. Кітап деген керемет, отбасымен оқиды екен, бірақ оқымайтын адамдар бар ғой? Бар ғой. Оның бәрі неге? Біз екі түрлі қоғамда өмір сүріп, бір қоғамдамыз ғой енді. Неге бір адамдар оқиды, бір адамдар оқымайды, бірақ бәрі бір мектепке барады. Ләззат ханым, бұл жерде және де біз қаланың өз деңгейіне қойып қойдық, ауыл тұрғындары ше, ауыл азаматтарының оқуы ше. Бұлардың жұлдыз журнал қайда, жалын қайда? Қазақстан әйелдері қайда? Газеттің тарату мәселесі бөлек жарайды. Ал кітап қайда? Ауыл кітапханалары қайда? Ауылда кітапхана бар. Ауылда бар кітапхана. Жұмыс істеп жатыр. Ауылда жақсы жұмыс жасайды, мен айтайын. Кітапты жақсы оқиды. Осы жақында ғана бізде Қасым оқулар өтеді ғой. Соған байланысты біз осы қаланың жоғарғы 5 университеті арасында
Шықшы тауға қарашы кең далаңа атты өлкетанылық экспедиция ұйымдастырған болатынбыз. Кітапхана. Қасым ауылына бар. Кітапхана бізде. Тамаша, иә. Сол біз анау Қасым ауылына бардық. Қасымның су ішкен құдығына дейін бардық. Сонау Сары Обалға Оқырмандарды дейін. ертіп апардық. Оқырман жаңағы студенттермен бардық. Олар тек қана барып қана қойған жоқ, әртүрлі байқаудан өтті. Олар кәдімгідей сайыс ретінде 2 күндік. Сонда барғанда біз жаңағы Қасым ауылының кітапханасына, Сары Обал кішкентай кітапхана. Қалай кітапханашылар жұмыс жасап отыр. Ана балалары, ана ауылдың балалары Қасымның өлеңін жатқа білгенде, кез келген баладан сұрайсыз жатта. Ол кімнің несі, кітапханашының істеп отырған жұмысы. Сондықтан ауылда бар. Анау жұмыс істейтін кітапханашылар бар. Тіпті бізде мынандай нелер де бар. Сайыс ұйымдастырады араларында. Сосын өздері апарып береді кітапты үйіне. Өз шағынған ауыл болса да, жаңағы ата әжелерге жүрмейтін. Қастарына барып оқып айтып беретін сондай біздің кітапханашылар бар. Енді бары ғой енді, иә, жақсы. Сонымен кітапханаға жақсы жұмыс істеп жатыр, иә. Қазір ауылдарда қалған кітапхана бұрынғы Кеңес одағынан бері жөндеу көрмеген, елді тартпайтын, шынымен құлағалы тұрған, кітапты сақтайтын орындары жоқ. Шынымен де халықтың кітапханаға бармай кетуінде бір себептері ол қазіргі заманға лайықталған зәулім, жайлы кітапханалар жоқ, салынған жоқ. Содан кейін де мүмкін халық кітапханаға бет бұрмай қойған шығар, иә. Енді ғана кітапхана салып жатыр. Сол жайлы болған кезде ол жастарды тартады. Ол әдемі болатын болса, жайлы болатын болса, сол кезде ғана кітапқа жастар барады деп ойлаймын. Бізде қазір Қарағанды қаласында да кітап дүкендері көп қой. Мысалға, соның ішінде мен өзім жаңағы Сити Моллдың үстіндегі кітап дүкені бар ғой. Соған көп жастар қызығады. Өйткені ол жерде тек қана кітап қана сатпайды. Әдейі көп кітаптарды қойып қойғанда жанына қызықтыратын жаңағындай тәттілер, ойыншықтар қойып қойған. Өйткені адам, мысалға, бала сол жерге барып, жаңағы тәтті жеп, жаңағы ойыншық алғысы келіп тұрған кезде кітапты көріп, мүмкін кітап алуға да қызығып кету мүмкін. Менше көп, жаңа сіз сұрақ қойдыңыз ғой, кітап оқымайтын адамдар да бар деп. Менше кітап оқымайтын адамдарды қызықтыру керек сияқты. Ортау деген ауылдың тумасы боламын. Біздің ауылда кітапхана өте жақсы жұмыс істейді. Үлкен балалардан кішкентай балалар болсын, менің атамның өзі, ауылдың тұрғындарының барлығы сол кітапхананың үнемі сол кітапханаға барып отырады. Әсіресе көркем әдебиетті, менің атам өзі тарихты жақсы көреді. Тарихи кітаптарды көп оқиды, жер туралы кітаптарды көп оқиды. Жаңа әжеміз айта кеткендей, отбасының да оған үлкен әсері бар. Мен жаңағы атам өзі кітапқа қызығатын болғандықтан маған бір аңыз әңгімелерді, жер суаттардың қайдан шыққандарын, немесе бір тарихи оқиғаны айтып отырып, мен соған бала кезімнен қызықтым. Мен сол кітапханаға 2-ші сыныптан бастап бардым, яғни ес білгеннен бастап сол кітапханада мен үнемі тұрақты сол кітапхананың оқырманы болдым. Жас баладан көркем әдебиет, жалпы жас баладан саяси қайраткер тәрбиелеп шығады ғой, көркем әдебиет оқысақ. Сондықтан енді жастар оқымайды деген келіспеймін. Жастар кітапты оқиды. Ол қазір қалай деп айтсам екен, мода. Кітап оқыған адам табысты адам бақытты. Бірақ мынандай бақытты адам статистика мені ойландырады. Мен оқушыларыма көбінесе айтамын да, 190 мемлекеттің арасындағы статистикада Қазақстан нешінші орында деген сияқты сұрақты. Сонда секунд уақытпен есептеген кезде біз 150-ші орынды иеленеді екенбіз да. Қазақстанның адам халқының 20 миллион халқының басына шаққан кезде 3 секунд қана екен да біздің кітап оқу ұзақтығымыз. Оған мен сенемін, осы статистикаға мен сенемін. Енді сонымен айтамын да балаларға, хотя бы сол 3 секундты 5 секунд қылу үшін оқиықшы бірінші. Лайфхак дейді ғой қазір. Сол ретінде негізі атана бір жеңіл оқылатын кітаптарды ұсыну керек ең алдымен балаға. Мысалы үшін мен өзім балаларымды Оралханның әңгімелерінен бастадым. Кәдімгідей қызығып кетті. Одан кейін енді өсе келе жаңа айтып жатырмыз ғой, 2-3 кітап қатар оқыған жақсы. Өйткені кей кітаптар жүрмейді. Сюжеті сонда бір ауыр болады. Сосын бір жеңіл кітапты алу керек. Соны қатар оқып отыру керек. Ол да жақсы, жадыға жақсы болады. Сосын мен үнемі студенттерге айтамын. Жатырда әйтеуір телефондарыңызды шұқылап жатасыздар. 10-15 бет оқып жатыңыздаршы. Сонда бір айдан кейін бір кітапты оқысасыздар. Бір ауыз сөзбен жауап береміз. Соңғы оқыған кітабыңыз? Ұлпанды қайта оқыдым. Әлем таныған Әлихан. Марк Аврелий. Қарқаралының қызы болғандықтан Қарқаралдағы Қабдиман Егенсартов туралы оқып жатырмын. Сәкен Жүністің Аманай мен Заманайын.
Мен Насим Талептің «Черный лебедь». Орыс тілінде оқып жатырмын. Ілияс Есенберлиннің «Махаббат мейрамын». Мұхтар Мағауин «Қазақ тарихының әліппесі», сиясы кеппеген. Электронды форматтың қарқынды дамуы кітап оқу ісіне көлеңке түсірді. Дегенмен кітап білімнің қайнар бұлағы. Бүгінгі бағдарламада кітапты жастарға қалай оқытамыз, кітапхана ісін қалай түрлендіреміз деген тақырыпты қозғадық. Сіздермен бірге болған Ләззат Қожахметова, амандықпен жүздескенше.